2, 3'te, 5'te dostlarımızın kendisizdir. Yani yazıp olunuzda bu dostlarımız. Yazınızda? Енді оқыңыздар. Сіз сағат 12-де досыңызға барасыз, досыңызға барып, арқасынан 3 рет қағасыз. Ал енді сағат 3 болды. 3-те досыңызға барасыз да, басынан 3 рет сипай. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы 7 жағдай. Мақсаттарымыз балалар, бүгінгі қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді қорытынды жасау, өз көзқарасымызды білдіру. Екінші мақсатымыз біздің грамматикалық тақырып, ырықсыз етістің қызметін білу. Екінші баған 200. Аха. Өзгерік етісті қолданып, сөйлем құрамыз. Мұғалім оқушыға өлеңді жатқаны. Жаттатты, иә? Дұрыс. Ya, dürüst ekan. Qanday? Birinchi bag'an 400. Birinchi bag'an 400. Жаздығы сөзін талдаңыз. Негізгі тілдер жаз. Тілдер ол ырықсыз етістің жұрнағы. Өзгерік етістің. Ой, өзгерік. Жаздық, сен жаздық, иә? Оның мағынасы біреуге жаздыру. Оның мағынасы біреуге жаздыру. Тексеріп көрейік. Негізгі түбір дұрыс екен. Ал енді қайтадан өтейік. Ырықсыз етіс дегеніміз орындаушысы көрсетілмейді. Өзінен жасалғандығы көрініп тұрады. Оның жұрнақтары өзгерік етіске ұқсамайды, қарасаңыздар, қараңыздар. Ырықсыз етістің жұрнақтары ыл, іл, Л жұрнақтар және түбір сөзі Л әрпіне аяқталса, ын, ән, н жұрнақтар арқылы жасалады. Мысалы, өзіміздің тақырыбымыздың барлығы бізге заңға байланысты ғой, сондықтан мен сіздерге 3 мысал алып отырмын. Қараңыздар, тәртіп орнатылды. Қашан орнатылды? Баяғыда түсінікті ғой балалар. Олай болса, үй жұмысын бекітуге тағы да сіздерге мен ойын дайындадым. Аламыз. Светті қандай? Ал сызып, маған көрсете беріңіз. Жасалды. Қандай жұрнақ? Жұрнақ қайсы? Қачын деп өтеді? Аха, дұрыс. Екінші күн шартта. Кел болсын. Бірлік нағайтылды. Қайсы? Жоқ. Д олай. Не деген? Отсюда надо. Отсюда надо. Вот так. Енді дұрыс. Жолы. Кім еді? Есім ханым ескі жол деп аталған заңдар жинағы. Сол заңдар жинағын бізге қазірге дейін қолданыста болды. Қаншасыншы ғасырға дейін? 17-ші ғасырға дейін қолданыста болды. Олай болса, осы ханға кім отырды? Жәнібек хан отырды. Ал қазіргі айтып отырған біздің Қасым ханның қасқа жолы заңдар жинағы кімнің ұлы? Керейдің ұлы ма? Жәнібектің ұлы? Не үшін Қасым ханның қасқа жолы деп атады? Оған дейін бізде Шыңғыс ханнан қалған жасақ заңдар жинағы болды. Не үшін болды Қасым ханды деп атады? Өйткені Қасым хан ол заңдарға өзінің өзгерістерін енгізді. Өзгерістерін енгізіп. Ол өзгерісті енгізген заңдар бізде қазақ даласында қанша жылға қолданыста болды? 1 жыл ма, 5 жыл ма, 10 жыл ма, қанша жылда қолданыста болды? 1 ғасырға қолданыста болды. Мәлеке көптайын, қараңыздар, мәлеке берген сөйлем анықтайсыздар, қалбастар, бір дал сіздерде. Ерге көпбасына ұсарина сіздер. Тез-тез төрт сөйлем. Кімге дайын? Айта беріңіз. Сол белгілі дегеніміз қазақ даласында кең тараған танылған мемлекеттік бірліктің формасы. Иә. А жеті жарғы деген сізге кім айтады? Жеті жарғы қазақ халқының дәстүрлі ұлттық заңдар. Ұлттық дәстүрлі
Жеті жарғының қарастырған саналарын айтыңыздаршы. Қанша тараудан тұрған? Жер дауы, жесір дауы, құн дауы, бала тәрбиесі және текел, қылмыстық жауапкершілік арасындағы дауы. Вот, осындай жеті жарғы. Сондықтан жеті тараудан тұрғандықтан балалар не екен, бұл жеті жарғы деп аталған екен. Тарихшылар сіздер жеті жарғының баптарылы ақпарат қазір мәтін таратады. Мәтін бойынша сіздер постерді қорғайтын боласыздар. Екінші топтары заңгерлер деп ататын. Себебі заңгерлер не істейсіздер? Осы жарғы жасалып қойды, ал сіздер өзіңізге байланысты, қазір заманға байланысты үш заң шығарасыздар, бап шығарсаңыздар болады. Түсінікті ғой? Міне сіздерге мәтінмен танысамыз. Балалар енді мәтінмен танысымас бұрын кішкене тағы да бір ақпарат сіздерге қосымша тыңдап берейін. Сіздердің тыныш, бейбіт өмір сүрулеріңіз елдің бірлігі мен ынтымағының берік болуы. Қазақ даласында әр отбасы аман, әр ауыл тыныш, әр кісі әділдікке сеніп өмір сүрсе деген тілегім мені ел басқарушы ретінде үнемі ойландырады. Еліміздің тағдыры мен халқымыздың болашағы үшін әділдік пен тәртіп қажет екенін терең түсіндім. Сондықтан мен Тәуке хан, дана билеріміз Төле, Қазыбек, Әйтекемен ақылдаса отырып, халқымыздың салт дәстүрін, әдет-ғұрпын, әділдікке деген ұмтылысын есепке ала отырып, жеті жарғы заңдар жинағын жасаттым. Бұл заң тек қағаздағы ереже емес, ол халқымыздың өмір сүру жолын, мінез-құлқын, бір-біріне деген құрметін реттейтін өлшем орнайды. Халқым жеті жарғы тек қана қатаң ереже емес, ол халқымыздың тарихы мен салт дәстүрін, ақыл мен парасатты, мейірімділік пен батырлықты біріктіретін заң. Оның әр бабы біздің күнделікті өмірімізде дұрыс істерге, ел мен жерді қорғауға, туысқа, көршілерге қамқор болуға бағытталған. Біз осы заңға сүйеніп, қазақ даласының кеңдігін әділдік пен ынтымаққа толтырдық. Екінші ол Қасым ханның қасқа жолы мен Есім ханның ескі жолы заңдарында негізделген. Үшінші ол мақсаты ел бірлігін сақтау, әділдік орнату, дау-дауларды шешудің орнатар жүйесін қалыптастыру. Жеті жарғаны жасауға Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би сияқты ұлы билер қатысты. Бесінші бұл заңдар арқылы халық арасында бейбіт өмір мен әділ шешім қағидасы орнатты. Қорытындылай келе отырып, жеті жарғы қазақ халқының алғашқы құқықтық жүйесі. Бұл жеті жарғы түсінікті болды, иә? Тәуке ханның тұсында 17-ші ғасырда жасалған біздің ата заңымыздың негізі екен балалар. Рахмет балалар, отырыңыздар. Ал енді заңгерлер, ол өзіміздің заманауи қазіргі сол жеті жарғыға байланысты қалай бізде баптап шығарған екен. Соны қарайды, қолға тыңдап. Екінші бап табиғатты берген адам аяйтын және экологиялық жұмысқа жеткізсін. Бұл табиғатты қорғауға бағытталған әділ шаралар. Иә, табиғатқа байланысты сағада бізде заң шығартты балаларымыз. Келсеңіздер ғой бірінші топ. Табиғатты қорғауымыз керек, иә? Үшінші Қоғамдық көреген мемлекет пен халық бірігіп Тәуке ханның заңы да бізде әлі күнге дейін сақталып келе жатыр екен. Сондықтан бірлік, татулық деген бізде әлі күнге дейін өз мәнін жойған жоқ екен.
біздің сол кездегі біздің билеріміздің айтпауы болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді деп, бізді барлығымызды бірлікке шақырған екен. Рахмет балалар. Ал енді балам, жұптық жұмыстар мына 7 жарғының бір бабы, қазіргі заманның бір бабы. Сіздер не істейсіздер? Мен жерге өздеріңіздің ойларыңызды жазасыздар. Дәл келеді ме? Дәл келмейді ме? Оның ішінде сіздер тағы да ырықсыз етісті де пайдаланыңыздар. 7 жарғыдағы баппен қазіргі біздің заңның бабына сәйкестендіріп өз ойларыңызды жазасыздар. Топташы белгілеген топтан әрі жауап берді, мен белгілеген бәрін көрсетесіңіз болады. Ұмытпаңыз барлығына белгілеген. Сізде берілген мынау 7 жарғының әкестері қарап отырсаңыздар білмейтін 7 жарғының заңдары мына өзіміздің заманғы заңда оқушылар осы заңдарды сәйкестендіреді да өз дәлелін алып береді. Жұптық жұмыстар. Жарғы баптары ел ішіндегі тәртіпті бұзған адам жұрт алдында жазылған. Қазіргі заңмен сәйкестігі Қылмыстық кодекс бойынша қасақана адам өлтіру ауыр қылмысқа жатады. Ауыр қылмысқа жатады екен. Сіздердің дәлелдеріңіз енді осыған байланысты. Біздің дәлеліміз бұрын елдігін сақтау үшін жұрт алдында тәртіп бұзғандар жазылған, ал бүгінде заң аясында қаралады. Қазіргі жерде заң аясында бізде конституция бар, иә? Дұрыс айтасыздар. Заң аясында қайтқан қылмысқа. Отырыңыздар. Конечно, барлық қоғамда қазір мұндай даулар сот арқылы реттеледі. Қазір сот арқылы реттеледі. Баяғы кезде біздің 3 биіміз шешім шығарып отқан, иә? Жесір дауы кезінде. Дұрыс айтасыздар. Тағы екінші тағы. Қазіргі заңдармен текстегі даулар сот арқылы шешіледі. Барлық қоғамда да сондай болады. Сіздерде дайын ба? Қан жұптық жұмыс кім айтады? Кім қалды сіздерде? Қазір. Құн төлеу болған, құн. Қоғамдық тәртіпті бұзған адам әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Бізде қазір тек қана жауапкершілікке тартылады. Сіздің дәлеліңіз? Біздің дәлеліміз бұл бап адамды өмірге ежелден қасыз саналған көрсетеді. Қазіргі заңда өмірге қол іздеу ауыр қылмыс деп қарастырылған. Бізде де қазір адамды өлтіру өте ауыр қылмыстың жоғары деп саналады. Ол кезде бізде өлім болып көбейген кезінде құн төлеу деген заңды бізде 7 жарғыға кіргізген екен, иә? 17 ғасырда осы енгізген даудың бір түрі екен. Кішкене ғана бір ой. Сізге дайын. Кім шығады? Кім? Кел, басасыз. Тез табыңыз. Ернете, вы молчите. Пусть она находит. Тағы екіншісін көріңіз, екіншісін. Бұл қандай даудың түрі? Деп байланыс. Google әдісі арқылы. 4-5 алтау. Көріңіздер, потом кетсе бересіз. Бүгінгі сабақты қалай өңгеріңіздер? Сіздерге жетті ма? Бүгінгі сабағымызды қорытындаймыз, қорытында кері қайтамыз балалар. Бүгінгі сабақ несімен есте қалды? Бірінші жазамыз. Сен үшін қиындық туғызған қандай тапсырма болды? Жазыңыздар, сіздерде мен білетін болатын қай тапсырмаға қиын болды сіздерге. Өзімнің жұмысына әріптестер сіздердің алдарыңызда менің сабағыма кері байланыс. Сіздерге де тапсырма 5 саусақ деп аталады. 5 саусағымызды бұлай қоямыз. Сөйтесіздерде мына 5 саусақ тапсырманы өздеріңіз жаза бересіздер. Бірінші мәселе не болды? Мынау 5 саусақ. Балалар, бір 2 минут қалды сабақтан. Кім оқиды маған? Маған берген кері байланыс. Жеті жарғы ұлттық құқық жүйесінің бастау тақырыбында шағын эссе жазамыз.
Kölemi 8-10 söylem болу керек. Bu sabah 7:30'da bizde kaldı. Ешқақыны білдіңіз, иә? Seni Şeмкентке туғызған тапсырмам. Маған қиын болған тапсырма ол жүктік жұмыс. Жүктік жұмыста ішсіз. Және өзіңнің жұмысына қандай баға бересің?